Ассалаумағалейкум достар, бүгінгі кезекке келген роликқа қош келдіңдер. Және бүгінгі видеоның тақырыбынан көріп тұрғандарындай мен ютуберлікке жол жасайтын боламын. Бүгінгі видео өте қызықты болды. Мен бүгінгі видеода новый аккаунт ашып, сол аккаунтта көп дамитын боламын. Ал ендеше біз көп созбай видеомызды бастаймыз. Кстати достар, мен конкурс жасағалы жатырмын. 1000 блоккоинға кім көп комментарий жазып, көп лайк басады, әртүрлі аккаунтпен көп лайк басады, соған 1000 блоккоин болады. Біз серверлардың ішінен Владимир серверін танайтын боламыз, потому что бұл сервер мен ең алғашқы серверлардың бірі. Біз уже кірдік, енді мужскойды таңдап, дядя Михайлович задание жасаймыз. Бүгінгі видеода только мен дядя Михайлович задание істеп, қызықты видео жасайтын боламын. Бүгінгі видео өте қызықты болады, так что шай печеналарды алып отырыңдар. Мында, дядя Михайловичқа бар деп тұр. В общем, дядя Михайловичқа барып, бүгін қанша табыс табатынымызды превьюға қоятын боламын ғой, Так, бізге БП-дан VIP-Gold 8 сағатқа және де бір БП орындалды. Енді біз не істейміз? Дядя Михайловичқа барып, заданияларын жасап, екінші левелға апат етіп алатын боламын. Біз осылай 1000 рубльмізді таптық. Енді біз намен давайласыламыз. И бізге 4000 рубль және де 1 XP берді. Бұл дегеніміз өте керемет деп ойлаймын, потому что біздің уровеніміз екінші левелға апат етіліп келе жатыр. Біз мұнда магазинға келдік. Енді мұнда мобильный телефон 2100 рубльға сатып алдық. Енді оған қазір біз сим-карта салатын боламыз. Какой-то бір сим-карта 148 алып, мынау пәлемінау, сондай симка салдық. Енді кезек бізде аптечкамыз алайық. Аптечка, бізге ақша береді, XP береді. Все, понятно. И бізге 4000 рубль және де 1 XP берді. Енді біз қазір 24-7-тен шығып, магазин одеждаға қарай жол тартатын боламыз, чтобы маған Adidas одежданы сатып алу үшін. Достар, мұнда, мен 5000 рубльға одежда сатып алған жатырмын. И бізде купитті басып, дан басып, и бізде 5000 рубль бізге қайтарып беретін болады. И киімізді кидік, и поздравляю, бізде 1 XP және де 5000 рубль. И біздің қалтамызда 9030 рубль. Енді мен қазір права алуға қарай бара жатырмын, себебі бізде әлі права жоқ. Праваны өтетін боламын өзім. И мұнда хоп деп, автошколаға келдік. Енді автошколаға кіріп, өзіміздің правамызды алып аламыз да, ары қарай машина тебуге рұқсатымыз болатын болады. И мұнда оплата штрафы дегенді басып, оплатить етеміз штрафтарды. И біздің қалтамызда қазір 16000 рубль, бізге жаңағы штраф төлегенге 7000 рубль берді. И бізде уже права алатын боламыз. Міне қазір права алуға кірдік. И мұнда мен, барлығын өтіп тастайтын боламын. И міне достар, бізде уже вана тесттарды өттік. Ендігі кезек бізде машина тестпен өтетін боламыз. Енді за рулем келе жатқасын. Енді видеоны тез өткізерім деген ой болған, бірақ сіздерге қызықты болсын. Мен не жайлы түсіргенімді және қандай мақсатта түсіргенімді барлығын сіздерге көрсету үшін 5x-ға қойған жоқпын. И достар, сіздерге айтайын, если пути бомжа бастап мен сияқты дамығаларыңыз келіп жатса, лайк басып каналға тіркеліп қойыңыздар. Мен сіздерге керекті точно пайдалы концерттар шығарып отыратын боламын. И хоп деп өзіміздің права категория Б-ға алдық. И понятно басамыз, и бізде 10000 рубль және де 1 XP берді. Біздің қалтамызда осы 26000 рубль, ал мен болсам ескі классқа барып задик сатып алғалы жатырмын. Енді мен ол задикті сатып аламын, кіреміз. Енді задикті водить автосалон и сразу аламыз. И бізде 20000 рубльға в общем сатып алған болатымыз. Бұл заз өте көп тұрмайды. Енді қазір парковкамен басамыз. Так, да 7 метр, так что біз сбросить етіп қайттан қоятын боламыз. Енді наның жанына келіп қайттан сбросить етіп қайттан қоятын боламыз. И стима, вот кірді. Эвакуируйте транспорт дейма, бір вәле дейді, машина шығар дейді, в общем загрузить дейді. И бізде мұнда біздің ласточка зазигіміз тұр. Енді ласточка зазигімізға отырамыз да, ары қарай АЗС-қа и ремонтный набор, и тағы да курьер жұмысына қарай баратын боламыз. Доберитесь до АЗС дейді. Бұл бізде АЗС-қа барып
В общем, конечно раз бензин алатын боламыз. И бізде тезірек барамыз, потому что бізде осы Дядя Михалычтың заданиесін тезірек істеп тастау керек. И достар, келесі бөлімде қандай видео түсірейін, соны комментарияға жазып кетіңдер. И достар, қайталап айтайын, мен если кім күшті лайк басып, көп комментарий жазып, керекті маған ұнайтын пікір қалдырсаңыздар, мен сіздерге 1000 блэк ойын жазатын боламын. И өздеріңіздің комментарийларыңыздың астына жазып қоясыздар ғой. И мында мен 2-ші уровеньға келдім. Все, бізде сядьте на транспорт дейді. Енді қазір немеге отырамыз, транспортқа отырамыз, яғни өзіміздің ласточка задиімізге қарай отыратын боламыз. Енді біз ары қарай курьер жұмысына қарай жұмыс істеуге баратын боламыз. Чтобы курьер болып, Дядя Михалычтың заданиесін бітіруге қарай баратын боламыз. И мында қазір ұшып барып, өзіміздің курьер жұмысымызға қарай бардық. И бізде мында Алексей деген курьерға қарай барамыз. Мына кнопканы басып, өзіміз курьер болып алатын боламыз. Устроиться етеміз. И мында, OPB0TZ деп тұр. Соны жазамыз да. И курьер жұмысына кіреміз. Одан кейін Дядя Михалычпен қоштасатын боламыз. И мында, заказымызға қарай келдік. Өзімізді посылкамызды алып, заказымызға қарай келдік. Так, мынау машинадан түсіп істеу керек екен да. Так, бұл неге істемей тұр деген сұрақ туындап тұр. И бізде істеді. Понятно. И бізге 10.000 рубль берді. И біздің қалтамызда қазір 36.000 рубль. И және де мына затикті скоро госқа сливать етем. Может, сливать етем.